3 сынып ТЖБ 4-90. Мына жерге мен WhatsApp номерімді қалдырып кеттім. Сізге басқа ТЖБ келетін болса, онда осы WhatsApp номеріне жіберсеңіз, мен сізге тегін ТЖБ тестін жасап беретін боламын, сұрақтарын шешіп беретін боламын. Кеттік. Ең бірінші бізде тыңдалым. Тыңдалым бойынша сіздерге мұғалім сіздерге сұрақ қоятын болады. Қай жерде қайсысы беріліп тұр, қай жерде кафе, қай жерде swimming pool, яғни жаңағы бассейн, қай жерде зоопарк, қай жерде кинотеатр көрсетіліп тұр, соны айт деп айтады. Ең бірінші сіздерге мына жаққа D деп белгілейсіздер, мына жаққа B деп белгілейсіздер, мына жаққа C және мына жаққа A деп белгілейсіздер. Так, келесі екінші тапсырма бойынша бізде оқылым. Оқылымда сіздерге қысқа ғана текст берілген. Осы текст бойынша біз мына жаққа жауап беруіміз қажет болады. Бірінші сұрақ. Where did the children go yesterday in the morning? Яғни кеше таңертең балалар қайда барды деп айтады. Біз бұл сұраққа қысқа нұсқа to the beach деп жауап береміз. Келесі. What sounds did the children hear? Яғни оқушылар қандай дыбыстар естіді? Біз бұл жерге sounds of birds дейміз. Келесі, what did the children eat for lunch? Яғни түскі асқа балалар не жеді деп сұрап жатыр. Бізде текст бойынша ол apples, juice and sandwiches. Так, келесі. Келесі сөйлем бізде, қазір 1 минут. Келесі, what did the children do after the breakfast? Яғни таңғы астан кейін балалар не істеді? Бұл бізде played and jumped in the waves деп жазып шығасыздар. Так, осымен бізде сіздермен талдау аяқталды. Сау болыңыздар.